Баршаңызға қайырлы күн. Қараңыздар, осындай алтын түсті дәмді балық қуыратын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен балықты таңдаймыз. Балықты таңдаған кезде осы желбезегіне аса мән беріңіздер. Желбезегі осындай қып-қызыл болу керек, сол кезде балғын болғаны. Қабыршақтарынан тазартып алдым. Енді бөліктерге бөлетін боламыз. Алдымен осылай басын бөліп аламыз. Одан кейін осы балықтың ішкі жанынан бастап, осылай пышақтың ұшымен төбеге қаратып отырып, кесіп шығамыз. Сол кезде біз өтін жарып алмай балықтың тазалайтын боламыз. Балықтың ішінен шыққандардың барлығын тастаймын, ал егер икрасы болса, алып қаласыздар. Балықтың басындағы желбезегін алып тастаймыз. Балықты таза сумен бір жуып аламыз. Балықтың қалыңдау жерін осылай тіліп ашып жіберемін, сол кезде жақсы қуырылатын болады. Бөлінген балықтарды тұздау үшін 3 литр бөлме температурасындағы суға 3 ас қасық тұзды толтырып салып араластырамыз. Тұзды суға балықтарымызды салып 20 минутқа қоямыз. 20 минуттан кейін балықтың екі жағын ұнға аунатып, артық ұндарын сілкіп отырып, қызып тұрған майға салып қуырамыз.